Сәлем достар, сіздермен бірге Индира, және де бүгінгі тақырып біздің блогты неден бастау керек. Алдымен сіздер міндетті түрде подписацияны басып, лайктарыңызды басып кетіңіздер. Ал егер ұнамаса, дизлайк басыңыздар да бола береді. Ал кеттік. Қараңыздар, негізі блогер болуды неден бастау керек? Менің тематикам бүгінгі осы. Жалпы блогер болу үшін ең бірінші біз өзімізді танып білуіміз керек. Не себепті? Себебі сіз бұл өмір бақи айналысатын ісіңіз болғаннан кейін, ұзақ уақыт болмаса, өмір бақи болмаса да, ұзақ уақыт айналысатын ісіңіз болғаннан кейін, сіз бұл істі жақсы көріп, шабытпен, сондай бір, қалай айтсам болады? Ойбай, сөздерім бітіп қалды менің. Сондай шабытпен жасайтын жұмыс болу керек та, былайша айтқан кезде. Жасағыңыз кеп тұратын, ұнайтын сол іс сондай болу керек. Мысалы, кейбір блогерлар билейді, кейбір блогерлар дәмді тамақ жасайды, кейбір блогерлар лайфхактар түсіреді, кейбір блогерлар мен сияқты юмор түсіреді. Блогердің түрлері әртүрлі. Бірақ та ең бастысы сіз өзіңізді танымай жатып, өзіңізге не ұнайтынын білмей жатып, сіз ешқандай нәрсені бастауға міндетті емессіз. Да, можно эксперимент жасауға, бірақ өте ұзаққа созылып кетеді. Бірінші біз өзімізді танып алу үшін өзіміздің кішкентай кезімізден қазбалауымыз керек. Біз немен айналысамыз, бізге немен айналысқан ұнайды, сол нәрсемен айналысып көру керек. Сіз солмен айналысып жатқан кезде ләззат аласыз ба? Сіз сол істеп жатқан жұмысыңыздан результатын көрген ұнай ма? Сол жұмыс барысындағы өзіңіздің состояниеңіз қандай, соның барын зерттеп көріңіз де, міндетті түрде сіз қандай реакция алдыңыз, соның барлығын галочка ретінде бүйтіп миыңызда белгілеп отырыңыздар. Ең жақсы, ең ұнамды және де ең результативный нәрсе ол сіздің жұмысыңыз болып табылады. Сол жұмысты просто инстаграмда транслируй. Болды. Маған мысалға ұнайды, актриса болу ұнайды, театрда ойнаған ұнайды, да, мен театрда жұмыс істеген өзімде. Мимика, харизманы шығарған ұнайды. И вот мен сондықтан соны бастадым, да? И как видите, Аллаға шүкір, результативно. То есть сіз бірінші өзіңіздің самый мықты тұсыңызды біліп алуыңыз керексіз. Ол жалпы блог бастау неше түрлі болуы мүмкін. Даже Америкада бір кісі бар, который просто қолына уход жасап отырып блогер болып кеткен. Просто қолының уходын түсіреді, ASMR ретінде. И ананы адамдар залипательный бәленбай миллион видео қарайды. То есть оған ұнайды қолына күтім жасау, біреуге бетіне күтім жасаған ұнайды, біреуге спорт ұнайды, біреуге тамақ жасаған ұнайды, біреуге тағы да кино көрген ұнайды. Мысалы, кино вселенная туралы айтсаңыз болады. Блогта неше түрлі жайлы айтуға болады. Тема табу өте оңай. Ең бастысы өзіңізді танып білсеңіз және өзіңізге не ұнайтынын білсеңіз болды. Қалғаны проблема емес, қиын да емес. Ең бастысы сол өзіңізді танып білу және өзіңізге жақын нәрсені табу. Әрине, бұл оңай емес, бірақ та бұл сізге болашағыңызға өте үлкен қадам десем болады. Себебі мен өзімді, сол қадамымды, өзімнің сол жақ тұсымды, актриса дейікші, сондай тұсымды ашқалы бері, мен өзімнің инстаграмды жұмыс деп ойламаймын. Инстаграм маған тек қана жақсылық, бақыт, шабыт әкеледі. Мен инстаграмды жүргізген сайын, одан ары жүргізіп, одан ары керемет видео түсіргім келеді. Мысалы, мен мына видеоны түнгі 12-де жазып отырмын. Маған шабыт кеп қалды, мен жазғым кеп қалды. Бірақ та сіздер түсіну керексіздер, бұның барлығы тек қана сіздер үшін, көмек беру үшін. Сіздерге ниетім тек қана сондай менің. Сіздерге көмектескім келеді. Сіздерге жақсылық сыйлағым келеді. Сіздерге жақсы пайдалы ақпарат болсын деп келеді. Сондықтан кез келген видеоны міндетті түрде сізде iPhone болуының қажеті жоқ. Өзіңізді танып білгеннен кейін бірінші видеоны аластап түсіре бересіздер болды. Өзіңіздің жұмысыңызды түсіріңіз, не істеп жатқаныңызды түсіріңіз. Разный форматтар өзіңіз, ASMR, болмаса голосовоймен жазып көріңіздер, болмаса там просто
какой-то нарезкаларды салып көріңіздер, болмаса за быстрый темптағы түсіріп көріңіздер. В конце-то концов біреу залетит, и сіздер өздеріңіз түсінесіздер, в каком направлении вам двигаться. Бұл енді қысқа да нұсқа видео менің YouTube каналыма арналған. Егер сіздерге ұнап жатса, пайдалы болса, міндетті түрде лайктарыңызды басып кетіңіздер, маған жазылып кетіңіздер. Мен YouTube каналымды монетизацияға қоспақшымын, сондықтан маған өте көп подписчик керек, және сол подписчиктің бірі сіз болуыңыз мүмкін. Барлықтарыңыз сау болыңыздар. Сіздерге тек қана жақсы ақпарат беретін, жақсы инсайттармен бөлісетін Индира сіздермен тағы да келесі аптада көріседі. Пока-пока!